Барлығыңызға сәлем. Бүгін бізде «Молодая кровь» фильмі. Фильм Сэм есімді жігіттің таныстырылуымен басталады. Ол полиция фургонында жоғары қауіпсіздік деңгейіндегі түрмеге жеткізіліп жатыр. Ол болмашы бір ұрлық жасағаны үшін 6 айға сотталған. Түрмеге келген соң, ол мұқият тінтуден өтеді. Қауіпсіздік процедуралары аяқталған соң, оны камераға жібереді. Сол жерде ол өзінің камераластарымен танысады. Олардың бірі оған сәл ұқсайды, бірақ қатты үрейлі көрінеді. Бұл тұтқын ешкіммен сөйлеспей, айналасындағылардан қашқақтайды. Сэм оның неден қорқатынын түсіне алмай дал болады. Келесі күні Сэм бұл түрмеде Коллинз есімді қауіпті қылмыскер бар екенін біледі. Коллинз өзінің тобымен бірге бүкіл түрмені басқарады. Ол және оның адамдары Сэмнің үрейлі камераласына үнемі қорлық көрсетіп, оны қорқытып ұстайды. Осыны көрген Сэм мазасыздана бастайды. Ол да дәл сондай жағдайға тап бола ма деп алаңдайды. Кейінірек Сэм түрмеде тағы бір қылмыскер қару-жарақ сатумен айналысатын Брендонмен танысады. Брендон шахмат ойнап отырған кезде Сэм жанынан өтіп бара жатып, оған бір жүріс ұсынады. Бұл жүріс бірден мат қоюға мүмкіндік береді. Сэмнің тапқырлығына таң қалған Брендон оны есінде сақтап қалады. Түнде Сэм камераласын пышақ қайрап жатқан жерінен көреді. Ол неге олай істеп жатқанын сұрағанда, камераласы келесі жолы Коллинз оған тиіспек болғанда, өзін қорғап, оны өлтіруге бел буғанын айтады. Енді ешкімге өзін қорлатпайтынын мәлімдейді. Алайда Сэм оның бұл әрекетін елемейді. Келесі күні Коллинз бен оның адамдары қайта келіп, камераласын өздерімен алып кетпек болады. Бірақ Сэм бұған тосқауыл қою үшін Коллинзге бірінші болып шабуыл жасайды. Сол кезде түрме күзетшілері келіп, оларды ажыратып, екеуін басқа камераға ауыстырады. Осылайша камераласы кезекті қорлықтан аман қалады. Мұны сырттай бақылап тұрған Брендон Сэмнің жылдам ойлап, батыл әрекет еткеніне тәнті болады. Бірнеше күннен кейін Сэм мен оның камераласы бастапқы камераларына қайтарылады. Осы кезде Брендон Сэмге жақындап, түрменің қаншалықты қауіпті екенін айтып, өзін қорғау керектігін ескертеді. Ол Сэмге артық тәуекелге бармауға кеңес береді. Алайда Коллинз бен оның тобы камераласын қорлай беруді тоқтатпайды. Ақыр, шыдай алмаған жігіт өзіне қол жұмсамақ болады. Сэм дереу араласып, күзетшілерді шақырады. Күзетшілер оны құтқарып, ұзақ мерзімге ауруханаға жібереді. Жаңа құрбан іздеген Коллинздің назары енді Сэмге түседі. Ол Сэмді ұнататынын байқата бастайды. Мұны сезген Сэм өзіне қару жасауға бел байлайды. Ол кәдімгі тіс хеткасын қайрап, өз-өзін қорғауға дайындала бастайды. Бір күні Коллинздің тобы Сэмге шабуыл жасамақ болғанда, Брендон дәл уақытында келіп, оны құтқарып қалады. Брендон Сэмге жалғыз өзі бұл адамдарға қарсы тұра алмайтынын ескертіп, қорғау ұсынды. Бірақ бұл көмектің шарты бар. Сэм түрмеден шыққан соң, оған бір жақсылық жасауы керек. Сэм бұл ұсынысты бірден қабылдамайды. Бірақ Брендонның қашу жоспарын естігеннен кейін келісуге мәжбүр болады. Келесі күні Коллинз бен оның адамдары тағы да Сэмге тиіседі. Алайда бұл жолы Брендонның адамдары араласып, Коллинзді қатты ұрып тастайды. Соның салдарынан Коллинз сол жерде жан тапсырады. Бұл оқиға бүкіл түрмедегі тұтқындарды қатты шошытады. Енді ешкім Сэмге тиіспейтін болады. Уақыт өтіп, Сэмнің 6 айлық жазасы аяқталады. Түрмеден шыққан соң, ол Джон есімді қылмыскермен кездеседі. Джон оған Брендонның хатын тапсырады. Хатта нұсқаулар жазылған еді. Сонымен қатар, Джон Сэмді өз тобына қабылдап, теңіз жағасындағы үйді сыйға береді. Қуанышы қойнына сыймаған Сэм әдемі үйді аралап шығады. Үйдің ішінде ол чемодан тауып алады. Оның ішінде бірнеше жалған паспорт, киім және тапанша бар. Сэм заттарды қарап жатқан кезде есік қоңырауы соғылады. Есіктің ар жағында Соня есімді әйел тұрып тұр. Ол қолында ақша мен ұялы телефоны бар сөмкені ұстап келген. Соня телефон арқылы Брендонмен байланыста болатынын айтып кетіп қалады. Келесі күні Сэм Брендонның нұсқауларын орындап, Франклин есімді адаммен кездеседі. Франклин оған түрлі қару-жарақты көрсетіп, оларды қолдануды үйретеді. Кейінірек Сэм қала бойынша әуеден саяхат жасаймын деген сылтаумен тікұшақ жалдайды. Аспанға көтерілгеннен кейін ол кенеттен тапанша шығарып, ұшқышты түрмеге қарай бағыттауға мәжбүрлейді. Осы уақытта түрменің ішінде Брендон бір күзетшіні кепілге алып, оны есіктерді ашуға мәжбүр етеді. Тікұшақ келген кезде Сэм күзетшілерге оқ атып, Брендон мен оның сыбайластарына қашуға мүмкіндік береді. Олар тез арада көлікке отырып, Джонмен кездесуге бет алады. Осы кездесуде Брендон жаңа жоспарымен бөліседі. Олар алтынды тікелей шахта қоймасынан ұрлама. Бұл қарақшылық операциясы оларға $1 миллиард пайда әкелуі мүмкін еді. Брендон, Сэм және олардың тобы бұл ауқымды ұрлыққа дайындала бастайды. Осы уақыт ішінде Брендон Сэмді бір кешке ертіп апарады. Ол жерде Соня да болады. Сэм мен Соня бассейн жанында әңгімелесіп, өмірлері туралы бөліседі. Бірақ кенеттен Джош есімді жігіт Сэмді бассейнге итеріп жібереді. Сэм жүзе алмайтындықтан суға бата бастайды. Оны байқап қалған Соня суға секіріп
құтқарып қалады. Бұл оқиға Сэм үшін үлкен ет болды. Жиналғандардың барлығы оған күле бастайды. Өзін масқара сезінген Сэм кештен кетіп қалады. Ол көше бойымен келе жатқанда, Соня көлікпен жанына келіп, оны отырғызып алады. Сэмді Қытай мейрамханасына апарып, екеуі ашық әңгіме өрбітеді. Соня барлығы оны Джонның қызы деп ойлайтынын, бірақ олардың қарым-қатынасы тек іскерлік екенін айтады. Ол шетелдік мигрант ретінде көп ақша табуға мәжбүр екенін, өмірінде көптеген қиындықтарды бастан кешкенін шын жүректен мойындайды. Осыдан кейін Сэм Соняға ашылып, өз өмірі туралы көптеген сырларын бөліседі. Екеуі бірге үйге қайтып, сол түні жақындасып, бірге түн өткізеді. Таңертең Брендон мұны байқап, қатты ашуланады. Ол Сэмге егер бір жерге кететін болса, міндетті түрде оған хабар беру керектігін ескертеді. Сонымен қатар ол Сэмге Сонядан аулақ жүруді бұйырады. Себебі оның бұл қарым-қатынасы бүкіл жоспарға қауіп төндіруі мүмкін. Сэмді қатаң сөккеннен кейін Брендон оны алтын қоймасына алып барады. Бұл жерде ол ұрлықтың маңызды аспектілерін түсіндіреді. Сэмнің басты міндеті ешкімнің дабыл түймесін баспауын және сақтау бөлмесіне кіруіне жол берме. Бұл операцияның сәтті орындалуы үшін өте маңызды еді. Сэмге тапсырма берген соң, Брендон командаға тағы бір адамды қосады. Кәсіби жарысушы Крис. Оның рөлі тонаудан кейін тез қашып кетуді қамтамасыз ету. Команда толық болған соң, Брендон бәріне ғимараттың сызбасын көрсетіп, жоспарды егжей-тегжейлі түсіндіреді. Алайда осы кезде Джош Сэмді бассейнге итеріп жіберген жігіт оны мазақтай бастайды. Бұл жанжалға ұласып, екеуі төбелесіп қалады. Брендон ашуға булығып, Сэмді бөлмеден қуып жібереді. Сэм клубқа барып, сол жерде бірнеше ер адамның Соняға тиісіп жатқанын көреді. Ол ашуға булығып, тапаншасын суырып алып, оларды қуып жібереді. Соня бұған ашуланып, оның әрекеті үлкен қауіп төндіргенін түсіндіреді. Егер полиция келгенде оны депортациялауы мүмкін еді. Бұл жағдайды одан әрі ушықтырар еді. Сэм өз әрекетіне өкініп кешірім сұрайды. Кейін Соняны кафе ішуге шақырады. Бірақ Соня жұмысы біткен соң ғана кездесетінін айтады. Сэм оны сабырмен күтіп, жұмысы біткен соң екеуі жағажайға барады. Соня суға ойнап түсіп, Сэмді де шақырады. Бірақ Сэм кідіріп қалады да, суға түсе алмайтынын және судан қатты қорқатынын мойындайды. Соня оны жігерлендіріп, қорқынышын жеңуге көмектеседі. Осы сәтте екеуі романтикалық көңіл күйге бөленіп сүйіседі. Олар бір-біріне жақындай түседі. Кейін Соня Сэмге өз алқасын сыйға тартып, оны сәттілік әкелетін тұмар деп атайды. Сонымен қатар маңызды ескерту жасайды. Заттар әрқашан көрінгендей бола бермейді. Ешкімге сенбе, тіпті маған да. Алайда Сэм бұл сөздерге аса мән бермейді. Ол Соняға сенетінін айтып, бұл маңызды емес. Ұрлық біткен соң мен кетемін. Бірақ мен сенімен бірге болғым келеді деп жауап береді. Соня жауап ретінде кету оңай болмайтынын айтады. Өйткені егер ол қашуға тырысса, Джон оны тірі қалдырмайды. Ұрлық күні келеді. Команда қауіпсіздік қызметкерлері ретінде киініп, ғимаратқа жасырын кіреді. Брендон Сэмге желдеткіш жүйесі арқылы еніп, бейнебақылау камераларын өшіріп, барлық есіктерді ашуды тапсырады. Сэм өз тапсырмаларын сәтті орындайды, ал Брендон мен оның адамдары күзетшілерді залалсыздандырып, оларды бір бөлмеге қамап тастайды. Топ алтын сақталған қоймаға жақындайды. Брендон Джошқа қызметкерлерді бақылауды тапсырады. Бірақ Джош ашуын ұстай алмай, бір жұмысшының аяғынан атып жібереді. Брендон ашуға булығып, оны сабасына түсіру үшін тапанша мен басынан ұрып жібереді. Команда алтынды ерте бастайды, ал Брендон жұмысшыларға оны шығарып алуға көмектесуді бұйырады. Жұмысшылар кейпіне енген ұрылар алтынды жүк көліктеріне тиеп алады. Полицейлерді алдандыру үшін олар оқ жаудырып, назарды басқа жаққа аударады. Осы уақытта Крис көлікте алтынды алып қашады, бірақ полиция оның соңына түседі. Қуғын кезінде кейбір топ мүшелері жарақат алады, алайда олар ақыры сытылып шығып, алтынды Джонға жеткізеді. Джон алтынды сатуды ұйымдастырады және түскен ақшаны команда мүшелеріне үлестіреді. Алайда Брендон өлтірілген топ мүшесі жайлы сұрағанда, Джон мен оның адамдары мәйітті көлікке салып, оны өртеп, жардан төмен итеріп жібереді. Сэм өз үлесін алып кетіп қалады. Кейін Соняның үйінде есік қоңырауы соғылады. Есіктің ар жағында Джонның адамдарының бірі тұр. Ол Соняның қашуды жоспарлап жатқанын білетінін және Джон бұдан хабардар екенін айтады. Ол Соняны өлтірмек болады, бірақ Соня қашып құтылады. Дереу Сэмге хабарласып, Джонның оларды сатып кеткенін және полицияның келе жатқанын ескертеді. Осы уақытта полиция Брендонның пәтеріне келеді, бірақ ол олардан сытылып кетеді. Брендон зиратқа барып, ұрлықтың барлық дәлелдерін көміп тастайды. Содан кейін Джонға қоңырау шалып, түсініктеме талап етеді. Бірақ Джон өзіне тағылған айыпты мойындамайды. Дәл сол сәтте Брендон сатқындыққа ұшырағанын түсінеді. Ол дереу Сэмге хабарласып, Мельбурнге баруды ұсынады. Себебі Джон сол жерде алтын сатуды аяқтама. Сэм келіседі және Соняны да өзімен бірге жүруге шақырады. Мельбурнде Брендон өзінің байланыстары арқылы Джонның қайда екенін анықтайды. Ол Соняға марқұм болған топ мүшесінің отбасына беруге біраз ақша береді. Алайда Соня бұл тапсырманы орындаудан бас тартқанда, Брендон ашуға булығып, оны шапалақпен тартып жібереді. Бұл Сэмді ашуландырады, екеуі жанжалдасып,
төбелесуге шақ қалады. Бірақ кейін сабаларына түседі. Сол кезде Брендон Сэмге қарап, сен енді қылмыскерсің. Әлсіздік танытсаң ұзаққа бармайсың, дейді. Осы уақытта Соня өзін біреу аңдып жүргенін білместен Брендонның Сэмге жұмыс бітті, оған біраз ақша берді, алысқа жібер, деп айтқанын естіп қалады. Өзін сатқындыққа ұшырағандай сезінген Соня ашуға булығып кетіп қалады. Сэм оның артынан жүгіріп, әңгімені дұрыс түсінбегенін түсіндіруге тырысады. Бірақ Соня тыңдағысы келмейді. Қонақ үйде Джонның жіберген жалдамалы жендеті жасырын кіріп, Брендонға тапанша кезейді. Ол Джонның Брендонды өлтіру үшін арнайы адам жалдағанын айтады. Алайда Брендон оны 2 есе көп ақша беріп, өз жағына тартуға көндіреді. Жендет келісіп, Джонның алтын сататын орны жайлы мәлімет береді. Келесі күні Брендон мен оның адамдары Джон мен оның адамдарын алтын сатылымы кезінде торуылдап, олардың барлығын өлтіреді. Олар Джонды тірідей ұстап алып, азаптайды. Ақырында Джон алтынның қалған бөлігінің жасырын тұрған орнын айтқан соң, оны да өлтіреді. Алтынды толық алған соң, топ қаладан кетуге дайындалады. Олар қашу үшін кемеге отырады. Алайда сапар барысында Брендон кенеттен Сэмге тапанша кезейді. Мен саған енді сене алмаймын, дейді ол. Ол Сэмге өз үлесін алып кетуін ұсынады. Сэм сабырмен алтынды тексеріп көр, дейді. Брендон алтынды ашып қарағанда, оның темір плиталармен ауыстырылғанын көреді. Ол ашуға булығып, Сэмге бұрылады. Сэм оған бұл алтынды өзімен Соня айырбастағанын айтады. Алайда Сэм Брендонға үлесін бәрібір беретінін сендіреді. Сэм оған телефон береді. Ал арғы жағында Соня Брендонға, егер Сэмге бірдеңе болса, мен полицияға бәрін айтып, сенің қолға түсуіне себепші боламын, деп ескертеді. Брендон басқа амалы жоқ екенін түсінеді. Бірақ кек алғысы келіп, Сэмді суға итеріп жібереді. Оның жүзе алмайтынын біле тұра. Біраз уақыттан кейін Брендон оны судан алып шығып, қайтадан қайыққа мінгізеді. Содан соң Брендон Сэмнен сұрайды: неге сен жай ғана алтынды алып, қашып кетпедің? Сэм оған қарап: сен маған көп көмектестің, мен сені сатып кеткім келмеді, үлесіңді бәрібір аласың, деп жауап береді. Брендон бөлек қайыққа мініп, өз жолымен кетеді. Финалдық көріністе Брендон басқа қалада тыныш өмір сүруге тырысады. Алайда ол ақыры полицияға ұсталып, түрмеге түседі. Түрмеде оған Сэмнен хат келеді. Хатта алтынның жасырылған орны туралы мәлімет бар. Сонымен қатар ішіне Соняның жүкті болған суреті салынып, бұл Сэм мен Соняның енді бірге екенін білдіреді. Осылайша бұл әсерлі фильм аяқталады. Егер де ұнаған болса, лайк басып тіркелуді ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.